أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli muhterem cemaat, sizlerмен Ағатай Ханафи фиқх бойынша имам Шурумбуллидің Нурлидох кітабынан сабағымызды жалғастырамыз. Біздің соңғы өткен сабағымыз Салатул кусуф вал хусуф вал афза болды. Яғни күн тұтылу, ай тұтылу және түрлі қорқынышты, үрейлі сәттерде оқылатын намазды біз алдыңғы сабақта, соңғы сабағымызда айтып кеткен болатынбыз. Бүгін жаңа тақырып бабул истисқа, яғни жаңбыр тілеу намазын бүгін өтетін боламыз. Бізде қазақша не дейді? Тасаттық дейді. Енді осы жаңбыр тілеу намазын қалай оқылады жалпы Ханафи мазхабы бойынша? Бабул истисқа лаху салатун мин гойри жамаатин ва лаху истихфар. Енді бұған байланысты имам Абу Ханифаның көзқарасы бойынша негізі ол кісі айтады, яғни истисқа намазында жаңбыр тілеу, оған намаз жоқ дейді. Негізі немен жасалады? Дұға жасалады дейді. Себебі Құранда келгені فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا дейді. Яғни Алла Тағаладан істеңдер, кешірім сұраңдар дейді. Сол кезде Алла Тағала сендерге істейді. Өйткені Алла сондай жарылқаушы, кешіруші, يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Сол кезде сендерге көктен жаңбырды түсіреді деп жатыр. Қалай? Нөсерлетіп. Түсінікті? Осы аятта нақты, яғни истихфар жасаудың, дұға жасаудың қажеттілігі айтылған. Сол секілді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның да жұма күні мінберде тұрып бір кісі қуаншылық жайлы айтып келеді ғой. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам істейді, мінберде тұрып дұға жасайды. Сосын бір жұма не істейді? Жаңбыр жауады. Келесі жұмана кісі қайттан келеді. Анау жаңбыр көйіп кетті. Біз жапа шегіп жатырмыз, малдар қиналып жатыр деп. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тағы да дұға жасайды. Сол кезде не істейді? Жаңағы жаңбыр басылып тоқтайды. Яғни сол үшін неде қалған жалпы жұмада жауған жаңбыр келесі жұмаға шейін не істейді? Жалғасады деген сөз осыдан қалған. Түсінікті? Яғни осы бұл енді жұмада түсінікті, жұмада қаншама сахабалар отырды, көпшілік. Сол себепті бұл не? Танымал хадистер. Сол себепті имам Абу Ханифа айтады, яғни бұл ең танымал хадис, көпшілік сахабалардың көріп тұрғаны, қатысқандығы және Құранның аяты да истихфар жасау керектігін, дұға жасау керектігін айтып жатыр дейді. Ал енді намаз оқуға келген хадис болса, ол не дейді? Ол шәз дейді. Шәз деген хадис өзінен достоверный дейді ғой, яғни өзінен сахих хадистерге қарама қайшы келген хадисті жалпы не дейді? Шәз хадис дейді. Түсінікті ме? Өзінен дәлелі жаңағыдай жету жолы мықты болған хадиске қарама қайшы келген хадис, ол даже өзі де сахих болса да, бірақ өзінен сахихтау хадиске не істеп тұр? Мағынасы қайшы келіп тұр. Сол себепті ол шәз хадис болып есептеледі. Сол себепті Абу Ханифа не дейді? Яғни намаз оқылмайды, дұға жасалады дейді негізі. Бірақ айтады ол кісі, егер намаз оқитын болса, онда не? Жеке оқысын. Жамағатпен емес. Сол үшін бұл жерде бастаған кезде лаху салатун мин гойри жамаатин. Яғни ол намаз оқылады, бірақ жамағатсыз деп жатыр. Бұл кімнің көзқарасы? Осы Абу Ханифаның көзқарасы. Валаху истихфар дейді. Негізі оған истихфар, дұға жасалады дейді. Жаңбыр тілеу үшін дейді. Енді енді осы жаңбыр тілеу үшін жасалатын мустахаб амалдар. Бұлар міндетті амалдар емес. Бірақ қалай? Мустахаб. Істесең жақсы. Түсінікті? Сол үшін шатастырып алып жүрмеңіздер. Осылай істеу керек, міндет екен деген секілді. Біреудің басын қатырып жүрмеңіз. Бұл не? Мустахаб, жақсы көрілген амалдар. Соның біріншісі қандай екен? Истихбабул хурудж. Яғни осы истисқа намазына шыққан кездегі жасалатын мустахаб амалдар. Түсінікті? Ол шығып бара жатқан кезде. Өйткені бұл истисқа намазы мынау қаланың ішінде емес, қай жерде оқылады? Сыртта. Түсінікті? Сыртта оқылады. Сол себепті соған шығуға қатысты мустахаб амалдарға тоқталып жатыр. Ва юстахаббул хуружу лаху
саласат айям, яғни бір оқығаннан жаңбыр жаумаса не істеуге болады? 3 күн осылай қайталап шығуға болады далаға. Түсінікті? Осы намазды оқуға немесе дұғаны жасауға. Солай дейді, яғни 3 күн жалғастыруға болады. Сосын сол баратқан кезде не? Мушатан дейді. Яғни көлікпен емес, жылқымен емес, машинамен емес, жаяу барған мұстахаб. Бірақ тағы қайталап айтамыз, бұл мұстахаб. Түсінікті ғой? Етін айтып жүрмін, жаяу жүрген міндетті. Түсінікті? Дұрыс түсініңіздер. Яғни осылай істеген жақсырақ. Бірақ біреу машинамен барам, басқа қылам десе, өз еркіндегі нәрсе. Үшіншісі фисиябил халиқати ғасилатин ау мұраққаатин. Және сол жаңбыр тілеу дұғасын жасау үшін немесе намазын оқу үшін баратқан кісілер мұстахаб болады. Жаңағындай ескі тозған киімдерін киіп шығу. Түсінікті? Немесе жуылған киімді киіп шығу. Сол секілді жаңағындай жамалған жамаулар бар ғой. Сондай киімдерді киіп шығу, бұл да мұстахаб амалдардан болады. Сосын қандай? Мутазаллилина, яғни сондай өзінің төмендігін кішірейген күйде солай бару. Таңдайсып, тәкаппарланып, қалжыңбастанып, жаңағындай неше түрлі жаңағындай әңгіме, дөрекі әңгімелерді айтып, қалжыңбасып, сондай емес. Керісінше қандай? Өзіңнің мұқтаждығыңды, бишаралығыңды, сорлылығыңды, сондай бір кішірейгеніңді не істеп көрсетіп, солай бару. Соны айтып отыр. Мутавадиин, яғни бойсынған күйде, қарапайым болған күйде солай бару. Хошиина лиллахи та'ала, Алла Тағаладан не? Қорыққан күйде. Түсінікті ғой? Накисина русахум, және бастары төмен салбыраған, бастары төмен қараған күйде бару. Бұл да мұстахаб амалдардан. Сосын не? Муқаддимина садақата куллу яумин, және сол 3 күн дедік қой біз. Сол 3 күннің әрқайсында барардан алдын садақа беру. Түсінікті? Жаңа мұқтаждарға болсын, біреулерге, яғни сол садақа беруменен істеу, бастау. Қабла хуруджихим, яғни жаңағы истисқа оқылатын жерге шықпай тұрып, соған бармай тұрып. Ва юстахаббу ихраджу даваби, сол сияқты сол жерге не? Мал, жануарларды алып барғанда мұстахаб. Енді бұл әлбетте қала жерлерде оны жасай алмайды, ауыл жерлерде болады. Түсінікті ғой? Кәдімгідей қозы, лақ деген секілді бұзау, сондай малдардың бәрін істеп, төлдердің түрлерін алып барып, соларды шығаруға не істейді? Мұстахаб амал болып есептеледі. Өйткені олар да мұқтаж ғой суға. Олар да қажет. Өйткені оларға да шөп керек, оларға да су керек, оларға да жайылатын құнарлы жерлер керек. Өйткені адамдар сол жерде соншалықты Құдайдан безген адамдар болса, Құдай сақтасын, ең құрығанда сол жан жануарлар үшін жауып қалар деген мақсатта. Түсінікті ғой? Алла Тағала осы жануарларды аяп, соларға жаңағындай рахымын жауып, сондай жауып қалар. Сосын не? Ва шуюхул кибар, сол сияқты ақсақалдарды шығарып, олардың барғаны. Вал атфал, сосын балалар. Енді балалар түсінікті ғой, бұлар да періште секілді бейгүнә болғаннан кейін мүмкін солардың да мархаматы не істеп қалар? Тиіп қалар деген мақсатта осы үлкен кісілерді, әлсіздерді, сондай балаларды алып бару, бұл да не? Мұстахаб амалдардан болып есептеледі. Енді истихбабул ижтима, жаңағындай жиналуға қатысты мұстахаб амалдарға келсек, сол намаздың, дұғаның өзіне. Вафи Мәкката ва байтил мақдиси фафил масджидил харами ва масджидил ақса яжтамиун дейді. Енді бұл жерде исключение бар. Егер Меккенің тұрғындары жаңағы Қағбаның харам мешітіне жиналса, немесе Ақса тұрғындары Байтул Мақдис жаңағы неде аты Ақса мешіті бар ғой, сол жерде болса, ол жерде сол мешіт алаңның ішіне не істеуге болады? Жиналуға болады. Оларға жаңағындай сыртқа шыққаннан гөрі сол мешіттің керісінше сол территорияға барып, сол жерде оқып, сол жерде дұға жасаған жақсы. Неге? Өйткені ол жерлердің несі басқа жерлерден қарағанда ерекшелігі, ол жерге Алланың рахметі жауып тұратын жерлер. Сол себепті ол жерде жасалған дұға, оның қабыл болу септігі сол мешіттің ішінде болған жақсырақ, сол көбірек возможность дейді ғой. Түсінікті? Сол себепті осы мешіттерде керісінше далада емес, сол мешіттердің өздерінде жасалғаны дұрыс деп жатыр.
وينبغي ذلك أيضا لأهل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم. Сол сияқты Мәдина тұрғындары да сыртқа шықпастан қайда? Пайғамбар саллаллаху алейхи мешітінде осы дұғаларды немесе намазды оқығаны жақсырақ. Себебі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам сол жерде жатқан жері, Абу Бакр Сыддықтың жатқан жері және Омар радиаллаху да жатқан жері бәрі сол жерде. Яғни осыған байланысты не істеуге болады? Тавассул қылса да болады. Яғни осындай дұғаларды жасау арқылы яғни жаңбыр тілеуді сол мешіттердің ішінде оқығаны жақсы деп жатыр. وينبغي ذلك أيضا لأهل المدينة. Енді бұл жерде келесі мәселе ад-дуа ба'да ас-салат. Намаздан кейінгі жасалатын дұғаға келсек, ويقوم الإمام المستقبل القبلة رافعا يديه والناس قعودا. Имам не істейді? Намаз оқып болғаннан кейін имам сол қыблаға қараған күйде қолын жайып дұға жасайды. Сонда екі қолын көтеріп. Ал адамдар болса артында не істейді? Отырады. Сонда мустақбилина қибла. Олар да қыблаға қарап отырады имамның артында. Сосын бұл жерде осы намазды имам өткізуі мүмкін. Болмаса бұрын кезде басшылық халифалар болған ғой. Болмаса оның орынбасарлары, болмаса муфти. Дін басшылары. Қазір уақытта имам болса да не істейді? Осыны айтып отыр. Сол артындағы жамағат имамның әрбір айтқан дұғасына не істейді? Әмин деп қосылып отырады. Енді дұғаның түріне келсек, Аллахумма асқина ғайсан муғисан ханиан мариан мариан ғадақан ажилан мужаллилан саххан табақан даиман деген дұғаны, яғни сүннетте келген дұғаны айтса болады. Бұл жерде ажилан деген сөзден ғойра раифин деген сөзді де қосса болады. Енді бұл дұғаның мағынасы жалпы асқина деп отқан, яғни я Раббым бізге су, жаңбыр жауды нәсіп ет, жаңағыдай құтқарушы жаңбырды, муғисан деген, ханиян, яғни пайдалы болсын ол жаңбыр, мариян, жаңағыдай сіңімді, жағымды болуды тілеп жатыр. Мариан, яғни өнімді, құнарлы, ғадақан, молынан, жаңағыдай хайырлы жаңбыр болуын нәсіп ет деген. Ажилан, яғни жедел түрде, яғни бірден сол жаңбырдың жауын тілеу. Ғойра раисин, яғни баяу емес, ұзақ уақыттан кейін емес, яғни бірден болғаны. Мужаллилан, яғни молынан зор. Сосын не? Саххан дейді, яғни құйып тұрып, нөсерлеп жабылған. Табақан, бүкіл жерді қамтып, дәйіман және әрдайым. Түсінікті? Жаңа дұғаның несі? Мағынасы жалпы. Болмаса осы дұғаға ұқсас дұғаларды айтуға болады деп жатыр. Уама ашбаху, яғни соған ұқсас. Сирран ау жахран, яғни бұл дұғаны іште де айтуға болады, дауыстап та бұл дұғаны айтуға болады. Уалайса фихи қалбу рида, яғни имам Абу Ханифаның көзқарасы бойынша мынау имам өзінің киген киімін теріс айналдырып не істемейді? Кимейді дейді. Түсінікті? Теріс айналдырып кимейді. Бірақ енді имам Абу Юсуфтың және имам Мұхаммадтың көзқарастарында бар, жаңағыдай кисе мұстахаб болады деп айтқан көзқарастары бар. Сосын уала яхдуруху зиммиюн, яғни зимми деп атқан мұсылман емес өзге дін өкілдері осы истисқа намазына немесе дұғасына қатыспағаны дұрыс. Түсінікті ғой? Себебі ондай кісілерге не істемейді? Алланың рахметі жауа қоймайды. Түсінікті ғой? Сол себепті ондай кісілердің болмағаны жақсы. Бұл енді Омар радиаллаху заманында солай болған. Енді тағы да бұл жерде біз айттық, жеке оқиды деп, имам Абу Ханифаның көзқарасы бойынша. Бірақ имам Мұхаммадтың көзқарасында, Абу Юсуфтың көзқарасында жамағатпен оқыса болады делінген. Түсінікті? Жамағатпен оқыса да болады. Сосын хұтпа мәселесі. Енді Абу Ханифада жамағатпен оқылмағаннан кейін ол кісі айтады, хұтпа оқылмайды дейді, себебі хұтпа ол жамағат намазына қатысты нәрсе дейді. Ал енді Абу Юсуф айтады, бір хұтпа оқыса болады дейді. Жұмада білесіздер, хұтпа екіге бөлінген. Соның біреуін ғана оқыса болады дейді Абу Юсуф. Имам Мұхаммад айтады, жоқ, екі бөлікке бөліп, екі хұтпа оқыса болады дейді. Түсінікті? Яғни осындай нелер бар, айырмашылықтар бар. Сол себепті қазір уақытта енді дұға жасасаңыз да, намаз оқимын десеңіз де жалпы не? Рұқсат жалпы.
егер намаз оқысаңыз, сол Абу Юсуф пен Мұхаммадтың көзқарасына ілескен боласыз. Ал енді дұға қылсаған болсаңыз, ол Абу Ханифаның көзқарасы. Түсінікті? Бірақ мазхабтағы негізгі көзқарас ол дұға. Түсінікті? Осы. Құдай қаласа келесі сабақта нені өтеміз? Салатул хауф. Яғни соғыс кезінде, қауіп қатер кезде оқылатын намазға тоқталатын боламыз. Уахир дауана анил хамдулиллахи rabbil alamin.